Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерге восточный пирогтың рецептісін ұсынамын. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Бізге керекті тағамдар: ұн, маргарин, қаймақ, жұмыртқа, сода және қант. Ең алдымен ұнымызға ас содасын қосып, жақсылап араластырып аламыз. Енді осыған бөлме температурасындағы маргаринді қосып, крошка жасаймыз. Қаймақ, жұмыртқа, қантымызды араластырып алып, осы массамызға қосып қамыр илейміз. Целлофанға ұн сеуіп, осының ішіне илейміз. Қамырымыз дайын. Жарты сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге курага, чернослив және грецкий орех керек. Сіз өз қалауыңызша ауыстырып басқасын қосуға болады. Барлығын жақсылап уақтап тураймыз және осының үстіне жұмыртқа мен балды қосып араластырамыз. Жарты сағаттан кейін қамырымызды кішкене бөлігін кесіп алып қоямыз жандарына. Қалғанын пергамент қағазына ұн сеуіп жаямыз. Мен осындай 4 бұрышты формаға салдым. Ендігі салмасын саламыз. Жаңағы алып қойған қамырымызды жаямыз, жұқалап. Қамырымызды пирогтың бетіне әдемілеп қойып шығамыз. Жұмыртқаның сарысы мен сүтті араластырып, бетіне жағып шығамыз. Қысып тұрған пеште 180 градуста 35-40 минут пісіреміз. Енді сиропты дайындаймыз. Ол үшін бізге қант және су керек. Орташа отқа қойып, қыздырып аламыз. Қантымыз еріп, суымыз осындай болып қайнау керек. Сол кезде сөндіреміз. Пирогымыз дайын. Енді осылай ыссы күйінде жаңағы сиропымызды бетіне жағып шығамыз. Астарыңыз дәмді болсын. Менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.